адамның рухын сындыруға тырысады, ал өнер оның бар екенін еске салады дейді Стелла Адлер. Кинотануда актер мизансценаның бөлшегі ғана, ал көрермен үшін ол фильмді көруге себепкер болуы мүмкін. Кинематографияның көп аспектісін байқай қоймайтын көрермен фильмнің діңгегі актерлік ойын деп санайды, және бұл пікірдің де жаны бар. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы актерлік перформанс туралы айтамыз. Бәріміздің сүйікті актерлеріміз бар. Ойланып қарасақ, қызық. Біреу басқа адаммын деп сендіреді, сол үшін біз оны жақсы көреміз. Киноның сиқыры да сонда болса керек. Өзекті жанға бір өлім, бірақ рет өмір сүретіні адам баласының ең үлкен трагедиясы. Актерлер өз өмірін місе тұтпай, басқа біреу болып көргісі келетін адамның арманын орындайды. Өздері де бірнеше өмір сүреді, көрерменге де кейіпкер болып сезінуге мүмкіндік береді. Не определял для себя в каждой работе. Әр фильмде кейіпкер алдымен режиссер қиялында туады. Сосын соны тірілтетін актер іздейсің. Түр сипаты, амплуасы, өзіндік ой жүйесі жағынан. Кейде актерді көріп кейіпкеріңді сәл өзгертесің. Қырғыз актері Доқтырбек Қыдырәлиевпен көп жұмыс істедім. Ол өзі табиғи. Ауылда өскендіктен болар, ескіліктің адамдарындай. Онысы менің фильмдеріме жараса кетті. Алғаш пробаға шақырғанда Ташура Мифунеге карикатура жасауын сұрап едім, пластикасы өзгеріп тіптен қызық болып шыға келді. Бұл ешқандай мектеп үйрете алмайтын талант. Тұңғышбай Әл-Таразимен де көп жұмыс істедім. Ол мәтінді бірденмен сіңіріп алатын талантты адам. Фактурасы да ғажап. Дайын тұрған хан. Театр мен кино екі түрлі өнер ғой. Театр пафос алаңы. Кинода оны бәсеңдету керек. Тұңғышбай бәсеңдете алды. Өзін емес, ханды ойнады. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов адамның көзінен жүрек, жүрегінен көз іздейтін. Айналып келгенде екеуі бір ұғым. Сезім шындығы, ой шындығы адамның жанарында жазулы тұрады. Аузынан қандай сұлу сөз шықса да, әйнектей сырғанақ көзге сене алмайсыз. Адамның айтқанына сендіретін оның жанары. Киноактердің театр актерінен ерекшелігі көрермен оған тым жақыннан төнеді. Өмірде сөйлескен кісінің бәріне көз алмай қарау шарт емес, ал кинода сәл кібіртіктеп көзіңді алып қашу, жалған айту деп түсінуі кәдік. Мұнда қас қаққанның өзі терең мағынаға ие болып шыға келеді. Кинода актер дидары кенепке айналады, сезімдерінің бәрі жүзіне қалқып шығады. Энтони Хопкинс «Әке» фильмінде әбден алжыған сәтінде қорқыныштан жылап жібереді. Өйткені өзінің кім екенін білмеуден үрейлі нәрсе жоқ. Кенет көрерменде өз санасының тылсым екенін, ешкімнің мұндай тағдырдан қорғалмағанын түсінеді. Адамды адам етіп тұрғанның бәрі, сүйгені, аңсағаны, жетістігі, бәрі біртіндеп жоққа сіңіп, орнын үңірейген үрей жаулап алуы мүмкін. Кейт Уинслет өзінің ең үздік рөлінің бірі «Оқырман» фильмінде. Оқи жаза білмейтін сауатсыз күзетші фашистік режимдегі қылмысы үшін сотталады. Сауатсыздығын мойындаса, жазасы жеңілдеуі мүмкін. Бірақ өлімнен ұят күшті. Кейіпкердің үрейі жәутеңдеген көзі мен қатпарланған маңдайында. Актер деген азапкер болатыны жалған жымиыстың тасасына жасырын алмайды. Бар болмысы мен жан дүниесін жалаңаштай алдымызға келеді. Біз оның келбетіне қарап, ішкі әлемінде не болып жатқанын айтпай түсінеміз. Әр қимылда ой, сезім ұшқыны бар. Теңіз жағасындағы Манчестер, Мишель Уильямс пен Кейси Аффлек. Бір кездегі әйел мен күйеу. Күйеудің кесірінен бұлардың 3 баласы өртеніп кеткен. Әйел сол кезеңдегі қатыгездік үшін кешірім сұрайды. Оның басын изей беретіні қателігін мойындауы, иығының селкілдеуі жанын қоярға жер таппауы. Кейси Аффлектің басын шайқағаны өзін кешірмеуі, бүкіл әлем кешірсе де өтелмес күнәсін мойындағаны. Қайғы туралы ең шыншыл шығарманың бірі актерлердің нанымды перформансы.
Қара қу фильмі. Натали Портман Чайковскийдің Қара қуына айналғанда бейіндегі энергия бойды мұздатады. Камераның оны тынымсыз айналып жүріп түсіруі де кейіпкер санасындағы тынымсыздықтан хабар береді. Шығармашылыққа жұтылған адамның трагедиясын жеткізген фильмде бидің тілі өткір. Би қимылдың төресі. Әділхан Ержановтың фильмдерінде кейіпкерлер күтпеген жерден билей жөнелуі мүмкін. Қимыл адам психикасын тәржімалаудың ең тура жолы. Тұрғандай өзі қимылсыз билеп. Танец — это всегда нечто такое. Би дегеніміз адамның тән қозғалыс арқылы ашылатын сәті, түйсікке еруі. Адам билегенде өтірік айта алмайды және өзін еш делдалсыз табиғи болмысын көрсетеді. Кейде би үшін музыка да қажет болмай қалады. Кейіпкер өзінің шынайы келбетін танытуы қажет болған жағдайда оны билетемін. Актерлік деген ең алдымен адамзат сүю, қандай залымның да бойынан кісілік келбет табу. Адамға кешіріммен қарау, кемшіліктерін түсіну. Актер ең алдымен психолог, ол айыптамайды, түсінуге тырысады. Кәсіби актерлер кейіпкерлеріне өмірбаян мен мінездеме түзеді. Сөйлеу мәнері, жүрісі, көзқарасы бәрі бір образға қызмет етуі керек. Асанәлі Әшімовтың көп сәтті рөлдерінің қатарында Тұлпардың ізі фильміндегі Тұрар бар. Ол қой бақысы келмейтін қойшының баласы. Қорқақтығы мен жалқаулығы да бір басына жетерлік. Ауылдасы Танабайды айдалада ақ боранға беріп, өзі жылы үйде шай ішіп отыр. Открываю глаза. Нет. Кричу там это? Нет. Кенет өзі именетін жалғыз жан әкесі кіріп келгенде өңі өзгеріп кеткен. Жорта жөтелген болып, басын ұстап ахлеп-хүлейді. Ұрлана қарап, көзін ала қашады. Кейіпкердің образы өте нюансты, психологиялық дәлдікпен жеткізіледі. Актер үшін ең маңызды қасиет өз жанына үңіле білу. Өйткені өзгені кейіптегенде өз болмысына жүгінеді. Жақсылықты да, жамандықты да өз бойынан табады. Сонда ғана образ шынайы шығып, өнер мұраты орындалмақ. Маған өмірдің өзі өзгелерді тыңдауды үйретті. Режиссерлерді мұқият тыңдасаңыз, олардың болмысы, суреткерлік мақсатын түсінуге болады. Актер мұраты не десеңіз, режиссер сұрағына жауап болғым келеді. Актерлік мұратты солай түсінемін. Әр режиссердің кодын табуға тырысамын. А ты что думаешь, что дело в бабле? Не. Қызғылт қоян туралы аңыз. Санжар Мади актерлік жолын Асфальт балаларын ойнаудан бастады. Кейінірек Аманат фильміндегі Кенесары хан, Әміре фильміндегі Әміре Қашаубаев сияқты тарихи рөлдерді сомдады. Ал Әділхан Ержанов оның мүлдем бейтаныс қырын ашқанда еді. Атбайдың жекпе-жегі фильмі үшін Санжар бұлшығет жинаса, Сары мысық фильмінде дауысы да, киім киісі мен жүрісі де драмалық бастаудан гротесклі ойынға ауысты. Они известные актеры. Санжар Мәди, Берік Айтжанов, Данияр Алшынов танымал, сымбатты актерлер, үлкен фан базасы, қалыптасқан амплуасы бар. Оларды Қаратасқа көшіру үшін олардың амплуасын ауыстыруға тура келді. Әлбетте алдымен сырт келбетінен бастадық. Әділханмен жолымыз түйіскені үлкен қуаныш болды. Ол адамдардың бойынан басқалар көре бермейтін қасиеттерді байқайды. Сары мысық деген фильм түсіремін. Әлемдегі ең сұрықсыз адам болуым керек деді. Гример маманды шақырып ақылдастық. Қозы қарын, таз кепеш, жақсы. Даусы шиқылдақ, сүйкімсіз болуы керек. Қайта-қайта дәретханаға жиі жүгіреді. Демек жүрісі қолапайсыз. Әрі өзі кірпік қақпастан адам өлтіретін қанішер. Кейіпкерді солай Лего сияқты құрастырдық.
Кішкентай рөлдер болмайды, кішкентай актерлер болады дейді Станиславский. Кейде кішкентай рөлдер үлкен әсер қалдырады. Экранға бір сәтке ғана жарқ етіп шығып, көрерменнің жүрегіне жол тауып, есінде қалатын актерлер мен рөлдер бар. Қозылар үнсіздігі фильмі дегенде бірден көз алдымызға Энтони Хопкинс келеді. Ол қосалқы кейіпкер ғана. Десе де экранға сирек шығатын Ганнибал Лектор магнит сияқты назарды өзіне тартады. Актердің ең үлкен құралы көзбен қас, кірпік қақпайтын болсаңыз, аудиторияны гипноздай аласыз дейді Энтони Хопкинс. Осы фильмдегі роль туралы айтқаны. Рональд Ли Эрмидің Стэнли Кубриктің металдан жасалған қабық фильміндегі шағын рөлі бірден жадыға жазылады. Талапшылда қатал сержант Хартманның қатыгездігі фильмнің көңіл ауанын дөп жеткізді. Дулыға Ақмолданың кинодағы алғашқы қадамы Сатыбалды Нарымбетовтің Қыз жылаған фильміндегі Дулыға рөл еді. Осы шағын рөл арқылы ғана ол көрерменнің құйқасын шымырлатқан. Ол жас жігіт сол трагедияны сезінбейді. Өйткені ол ғашық адам, ол өмірге ғашық адам, Ләйләға ғашық, ол айналасында табиғатқа ғашық, өз домбыра тартады, сері жігіт. Осындай бір нәрселер көрсеткіміз келді, бірақ айналып келген кезде елдің барлығы жағына әскерге кетіп жатқанда бұның әскерден қалып қоюы, біртінде бұл есейе келе, сол шынымен де өзінің бойында кемістігін сезіне бастайды, көре бастайды. Көріңіз, адам есейген сайын, соның бары келе береді бойынан. Миына келе бастайды. Кинодағы ең трагедия сол. I made the decision for myself and Дулыға Ақмолда кинокарьерасын 20 жыл бұрын Қыз жылаған фильміндегі шағын ғана, бірақ есте қаларлық рөлімен бастады. Ол «Осоле мио» деп ән салып, науқас, бірақ ғашық, энергия, махаббатқа толы бозбаланы сомдаған. Бұл меніңше дәстүрлі қазақ актерлік мектебі бағытындағы орындау еді. Және оны бірден байқадым, есімде қалды. Актер деген ең алдымен адам эмоциясының атлеті дейді Антуан Арто. Қазақ киносында эмоция жалын ертеп мінген ақиық актерлер көп болды. Қазақ киносы экспрессивті, ірі штрихтармен сомдалған образдар галереясына бай. казахская составная, она... Алғашқы қазақ актерлері 20-шы жылдары құрылған театрдың артистері еді. Олар камера алдында ойнағанда энергетикасы экранды жарып жіберді. Көрерменді әрі күлдіріп, әрі жылаталды. Алғашқы 2 қазақ фильмін түсірген режиссері Михаил Левин жергілікті актерлердің талантын көріп таңғалғанын білемін. Неге қазақ актерлері Шекспирді ғажап игеріп кетті? Өйткені Шекспир сондай қуатты эмоцияларды, драмалық, комедиялық қақтығыстарды талап етеді. Меніңше, бұл актерлік мектеп қазақ киносының мақтанышы. Сен өзің қайда тұрасың? Ленинградта. Одан бұрын ше? Одан бұрын Москвада, Кавказда, Берлинде тұрдым. Бәсе, сен адам емес, жел аударған қаңбақсың. Адам деген өзінің туған жерінде, өз отанында тұру керек. Ата бабасының мекенінде өмір сүру керек. Елубай Өмірзақов Атамекен фильмінде күллі қазақ құндылықтарды бойына жиған Асқақ Ақсақал образын дүниеге әкелді. Кино экрандағы жолын Амангелді фильміндегі кеңесшіл батыр болып бастаған Елекең Шәкен Аймановтың Атамекенінде ұлттық пәлсапаны тірілткенде еді. Тұңғышбай Әл-Тарази ақырғы Аманат фильмінде қылыштың жүзіндей өткір ұлттық болмысын сақтау үшін уақытпен күресуге дайын Ораз Мергенді сомдады. Ораз Мерген орағытып сөйлей жөнелгенде ішінде түрлі сезімдер алай-дүлей болып төңкеріліп жатады. Қолыма бұғау, аяғыма кісен салдыңдар-ау. О заманда бұл заман Аманатқа қыз алғанды қайдан көрдің? Салтты бұздыңдар. Бүкіл серкәулетін маған қарсы қойдыңдар. Бір қыз үшін 100 жігіттен айырылдық. Енді шойна қасқыр, құмай тазы боп шалады. Адам жанын айғайлап жүріп зерттей алмайсыз. Кейде айту емес, айтпай қалу
жар салу емес, іркіп қалу маңыздырақ. Тіпті экранда сұлық отырған актерді көрсеңіз, әрекетсіз демеңіз. Жақсы актердің бойында әрдайым тынымсыз ой шырылдайды. Мама, а где мой папа? Ладно, иди играй. Потом. Актриса Фарида Шәріпова психологиялық роль жасаудың шебері болды. Шәкен Аймановтың «Жол торабы» фильмінде ол принципшіл жас дәрігер әрі жалғызбасты ана. Тәуелсіз, батыл, кәсіпқой, адамды құтқару ең маңызды мақсатым деп санайтын Ғалия заманауи экрандағы талайларға үлгі болардай. Что, родная? Что случилось? А? Тұлпардың ізі картинасында Шәріпованың сомдауындағы Жауһаз да моральдық тұрғыдан биік, еркін рухты келіннің образы. Фильмнің өн бойында оның аузынан шығатын сөз санаулы ғана, бірақ қорқақ өтірік шүгеуінің пасықтығын байқағаны да, оған күйінгені, намыстанғаны да, сол адамға көгендеулі болған үшін қорланғаны да бет жүзінде жазылып-ақ тұр. Что ты болтаешь? Прикуси язык! Представляют собой уникальную самобытную... Қазақ актерлік мектебі расында бай. Бір жағынан театрал, экспрессивті стиль бар. Қалибек Қуанышбаевтар бастаған алғашқы лек әртістердің экрандағы әрекетіне қараңыз. Екінші жағынан керемет нюансты рөлдер бар. Тұлпардың ізі сияқты фильмді алыңыз. Онда дыбыстан көрі тыныштық көп. Режиссер Бегали мұнда жапон киносына назар салғандай көрінеді. Психологиялық нәзіктік. Соңына дейін айтпау, іркіп қалумен баурайды. Мұндағы актерлердің бәрі шетінен шеберлер. Актерден әрекет шындығын талап етіп жатады. Бірақ шындық туралы түсінігіміз де адамның өзін ұстау мен сөйлеу мәнері сияқты уақыт өте келе өзгеріп отырады. Бір кезде шынайы болып көрінген перформанс бүгінде пафосты болып көрінуі мүмкін. Ал бүгінде шынайы болып көрінген ойын өрнегі ертең қалай қабылданатыны беймәлім. Бір кезде Кэтрин Хепберн, Джеймс Стюарт, Лоуренс Оливье, Вивиан Ли, Ингрид Бергман сияқты актерлердің ойын әдісі, дәлдігі, шыншылдығы үшін жоғары бағаланды. Жаңа дәуірде Марлон Брандо жаңа өрнек әкелді. Роберт Де Ниро мен Аль Пачино, Джек Николсон мен Дэниел Дэй-Льюис, Мерил Стрип пен Джуди Денч әрқайсысы экранға өз сәулесін шашты. Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо ойынында сәл басқа шындық байқалады. Қазақ киносында да тура солай, уақыт өте келе актерлік ойын өрнегі де өзгерді. Если мы посмотрим на карьеру Дулыги Акмолды... Мысалы, Дулыға Ақмолда қыз фильмінде экспрессивті ойын көрсетті. Дәстүрлі қазақ мектебінің көрінісі. Ал Фархат Шәріповтің тұлғалық өсу тренингі фильмінде одан мүлде бөлек ойын мәнерін көреміз. Мұнда актердің үнсіздігі ол айтатын сөздерден әлдеқайда маңызды. Меніңше бұл актерлік ойындағы жаңа құбылыс. Және ол өте маңызды. Дулыға Ақмолда сияқты деңгейлі актер қазақ киносындағы психологиялық мектептің негізгі тұлғаларының біріне айналып, осы құбылыс үшін өте көп үлес қосуы мүмкін. Бұл Бергман киносындағыдай өте нәзік орындау. Меніңше осындай терең, нәзік актерлік жұмыстарды түсінетін жас ұрпақ өсіп келеді. Әр адамның болмысы әр түрлі. Біреу жарты әлемге жар салып қуанады, біреу үнсіз ғана жүрегінде жымияды. Әр суреткердің стилі әр түрлі амплитудадағы шындықтар мен сезімдерді талап етеді. Фильмнің талабына сай актерлік өрнек те өзгереді. Леонардо Ди Каприоның экспрессивті ойыны, Джонни Депптің көп фильмдердегі карикатуралық ойын мәнері мен Хоакин Феникс пен Филип Сеймур Хоффманның психологиялық сомдауын салыстыра алмайсыз. Сондықтан актерден шындықты талап етпес бұрын бұл фильмде қандай стильдегі шындық орынды деп ойланған ләзім. Акира Куросаваның самурай фильмдеріндегі екпінді, экспрессивті ойын мен Ясуджиро Озудың фильмдеріндегі жұмсақ, биязы ойын мәнері салыстыруға келмейді.
мен ең алдымен кәсіби актермін, ал талантым бар ма, жоқ па, ол екінші кезектегі мәселе дейді Майкл Кейн. Алайда кейде кәсіби емес актерлікке қажеттілік туады. Өйткені экранның сұрағаны стилизация емес, эмоцияда емес, оны жасыру, бәсеңдету болуы мүмкін. Роберт Брессон фильмдеріндегі актерлер бір сарынды перформанс көрсетеді. Бұл ұстамдылық киноның актер эмоциясы емес, одан гөрі маңызды элементтеріне зер салдырады. Я просто хотел себя проверить. Способен ли я на настоящий поступок, или все же только трус и болтун, как и большинство людей? Дәрежан Өмірбаев, Нариман Төребаев шығармаларында да дәл сондай бәсеңдетілген ойын талап етіледі. Бет-жүз, бейтарап. Бұл эмоция емес, ой киносы. Кейіпкерлердің сезімдері белсенді әрекетсіз ішкі процесс ретінде қабылданады. Бұл Франция мәдениетінің ықпалы деуге болады. Алайда қайталаушы өнер емес, ұлттық сипаты бар. Бірегей туындылар. Дәрежан Өмірбаев өз киносы тілін түзе алды. Кәсіби емес актерлер арқылы көркем жанрда мүмкін болмай жататын шыншылдық пен аутенттілікке қол жеткізді. Екінші жағынан көрерменге оны қабылдау қиын. Өйткені кейіпкерлердің ішінде не болып жатқаны түсініксіз. Алайда артхаустың интеллектуал аудиториясы бар деп сенгім келеді. Көп жағдайда режиссер фильмнің және ондағы актерлік перформанстың стилін анықтайтын рас. Бірақ кейде актерлік ойында режиссердің қолтаңбасын өзгертіп жатады. Авторлық кино дегенде режиссерлік киноға меңзейміз. Бірақ кейде орындаушының алдыңғы планға шығып актерлік кино жасайтыны да бар. Режиссер Әділхан Ержанов қай жұмысында да қолтаңбасы көзге ұратын автор. Бәрі режиссерлік жүлгеге бағынатындықтан ондағы гротескілі, сыртпен жасалатын ойында, қимылдары тылсым, үнсіз кейіпкерлер де бір полотноның ажырамас бөлшектеріндей. Тек соңғы жылдары режиссер біртіндеп белгілі актерлермен жұмыс істей бастағанын, ондағы актерлік ойын мәнері де өзгере бастағанын байқаймыз. «Ласковое безразличие мира». Әлемнің бұлай енжарлығы фильмі шартты әлемде емес, оқиғаның өзі мен актерлік ойынды алдыңғы планға шығарған алғашқы шығармам деуге болады. Яғни мен актерге фильмді жетелеп жүруге мүмкіндік бердім. Динара Бақтыбаева мен Қуандық Дүйсенбаев маған актерлермен, кейіпкерлермен қалай жұмыс істеу керектігін үйретті десем болады. Сондықтан да бұл мен үшін жай ғана әдемі фильм емес, актерлік кинематографпен етене таныстырған кезеңдік туынды. Маған қатты ұнайтын бұл Дулыға Ақмолда. Өтте бір ойланып ойнайтын актер да. Кейде бір ойын жеткізе алмасам, жаңағы Дулыға өзі ойнап кетеді. Оның ішкі дүниесінің бір сиқырлығы бар өзінің. Соны алып кететін. Өзім былайша айтқанда актерлыққа былайша айтқан жол көрсеткен Нұржаман ағаны сыйлайын да, әуелең түсірерде сол кісіні шақырдым. Қорқа бастаған жобамды ол кісі қолдап, сол саспа істейміз, тек қана ойынды айтсам болды деп. Сонда мен түсіндім, актер сенің екінші бір қалайсам екен демің. Кез келген фильмде актер ойдан шығарылған жағдайда шынайы әрекет етуші, дүниенің арзан қызығына алданбаған, экраннан шындық іздеп, шындық түзген ғұмыр бақытты. Келесі киноскопта кездескенше.